Қане берірек жақында. Мен бастаймын. Бір күні сандар елінде үлкен даулы жиналыс өтеді. Олар да бір-бірімен дауласып ренжиді екен. Қай сан екен ол ренжіген? Қызық па? Маған да қызық болып тұр. Ал онда ертегіні ары қарай тыңда. Ренжіген бір сан екен. Ол басқа сандардың арасында ең кішкентай болғандықтан өзін керексіз сезінеді екен. Мен ешкімге керек емеспін. Барлығынан кішімін. Ешкімге пайда әкелмеймін, дейді бір саны. Сол кезде екі саны сөз алады. Сенсіз ешбір сан басталмайды. Сен болмасаң, мен де болмас едім, дейді. Иә, рас, дейді үштік. Мысалы, ойында жарысқанда бірінші орын әрдайым саған бұйырады. Иә, солай, деп барлығы шу ете түседі. Кітаптағы беттер де алдымен сенен басталады, дейді төрт саны. Сағатта сенсіз жұмыс істемейді, дейді бес.